Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сүзбе нан дейді. Әркім әртүрлі атайды. Біз жақта енді сүзбе нан дейді. Сіздерде қалай атайтынын комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. 100 грамм майонезді құйып, бір етті салып жақсылап қуырып аламыз. Қызарғанша үстіне пиязын саламыз. Пиязды жақсылап қуырып аламыз. Бұнда қызарып қуырғаннан кейін үстіне картошкасын саламыз. Көріп тұрғандағыдай оны да қуырып алып, соның үстіне томатын саламыз. 2 қасық томат салып, жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырамыз. Міне қызартып, томатты кішкене қызартып қуырып аламыз. Көріп тұрғандағыдай, сонымен үстіне суын құямыз. Суын толтырып құятын боламыз. Себебі нан саламыз оған. Қазір мына нелеріміз қайнап, 1,5 сағаттай пісетін болады. Бетін жауып қойдық. Міне 1 қасық суық суымызға 1 ас қасық тұзымыз салып, жақсылап араластырып, 1 жұмыртқаны жарып, қазір нан илейтін боламыз. Жұмыртқамыз жарып алдық. Қамырды суық суға илеген жақсы, негізірек. Қамыр езіліп кетпейді. Суық суға жақсылап қаттылап илейміз. Қаттығы илеген дұрыс, негіз қамыр езіліп кетпейді сол кезде. Жақсылап қамырымызды қаттығып илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Енді 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Оға дейін міне қазанымызда қайнап жатыр екен. Тұзын салып, дәмін көріп, қақпағын жауып, ары қарай кішкене қайнататын боламыз. 15 минут өтті. Нанымызды бір басып алайық. Бір басып, қазір келесінде жаюға кірісеміз. Міне тындырып қойдық. 15 минуттан кейін жаятын боламыз. Міне 15 минутымыз өтті. Қамырымызды өстіп, ұн сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Үстіне міне мен өстіп қолмен жайып жатырмын. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді осыны лапша-резка кеспе-кескіштен өткізіп кесетін боламыз. Қолмен кессеңіздер де болады. Мен лапша-резкамен кескенді жөн көріп тұрмын. Міне осындай қып кесіп, бәрін осындай кесіп шығамыз. Міне кесіп алдық. Енді салмасын сүзіп аламыз. Қазір міне қазанымыз қайнап жатыр. Ішіндегі салмалар пісті. Қазір осыларды сүзіп алатын боламыз. Міне сүзіп алып жатырмыз. Ендігі қамырын салып пісіріп аламыз қазір. Міне сүзіп алдық. Енді қамырын салатын боламыз. Қазір осы жерге қамырын салып, бір бұрқ етіп пісіріп алып, қамырын да сүзіп аламыз. Міне сіздер жақта осы тағамның қалай аталатынын комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Видео ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне тамақтың қалай аталатынын жаза кетіңіздер. Біз жақта сүзбенен деп аталады. Әртүрлі жерде әртүрлі атаумен аталады негізі. Міне сүзіп алдық. Қамырымызды жақсылап өстіп сүзіп, үстіне сорпасын құйып, үстінде салмасын салып, міне сүзіп алдық. Міне
енді үстінен осы піскен сорпасына құйып міне өстіп не істейміз, соның үстіне салмасын салып, міне сорпасын құйып, міне шыныға құйып ішетін боламыз. Міне керемет дәмді ас, дайындап көріңіздер. Дайындап көргеннен кейін өз пікірлеріңізді бере кетіңіздер. Осындай керемет, дәмді. Сіздермен болған ол болсын, сау болыңыздар.